Қайырлы күн, қыздар және қыз-келіншектер. Бүгін балаларға арналған тіске басар жасайтын боламыз. Оған керек заттарды, азық-түліктерді, яғни описанияға толық жазып өтемін. Менің каналыма тіркелмесеңіздер, тіркеліп, лайк басып, комментария жаза кетіңіздер. Ал ендеше бірге жасаймыз, кеттік. Бізге картошка өздеріңіздің қанша жасағыларыңыз келеді, сонша жасасаңыздар болады. Менде 4 штук картошка, бір 700-800 грамдай шықты. Пісіріп аламыз. Пісіріп алғаннан кейін жақсылап пюрені еземіз. Суын бәрін артық су алып қалмаймыз, бәрін төгеміз. Бір жұмыртқа қосамыз, 100 грамм сыр қосамыз, яғни. Содан кейін барып, 2 қасық кукурузный крахмал, 4 қасық ұн қосамыз үлкен қасықпен. Жақсылап араластырып, теста қамыр шығарамыз. Қыздар, дайын болған тестаны кондитерлік пакеттеріңіз болса, соған салыңыздар. Пакеттеріңіз болмаса, мен сияқты осындай қатты макаронның сыртына салып жасасаңыздар болады. Бұл ауылда қолда бар заттармен жасалып жатқан дүние болғандықтан, міне менде осындай таза макаронның пакеті. Солай алып, кішкене ұшын осылай қырқып қойдым. Жартысын салып тестаның, солай дайындап алдым. Кішкене орташа отта қызып тұрған табамызға осылайнан, міне көріп тұрғандарыңызда видеода міндетті түрде қайшы керек болады. Осылай қайшымен осылай жасасаңыздар да болады. Әртүрлі формада істесеңіздер де болады. Бірақ менің бала-шағама осылай майда-майда ши бауырсақтар сияқты қылып жасаған көбірек ұнады. Қытырлап әдемі болды. Мынандай ұзын-ұзын палочкадан гөрі осындай домалақ-домалақ көбірек ұнады. Мама, осы дәмдірек болды деді. Қытырлап шықты деді. Сондықтан барлығын осылай қуырып, табада жақсылап дайындап алдым.